Сәлем баршаңызға. Бүгін шашпа палау жасайтын боламыз. Дәмі өте тәтті болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ең бірінші пияз, сәбіз, етімізді дайындап аламыз. Тазалап жуып, майымызды көптеу қылып қоса береміз, қыздар. Етімізді салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Екі жағын аунатып, қызарғанша қуырамыз. Пиязымызды жақсылап майдалап тұрып турап аламыз. Етіміз қызарып болғанша пиязымызды салып, тағы да қуырып алатын боламыз. Пияз бен етімізді жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз бен етіміз қуырылып боламыз дегенше, сәбізімізді осылайынан турап алатын боламыз. Қыздар, сәбізді көптеу қылып қоса беріңіздер, сонда палауларыңыз тәтті, сап-сары әдемі болып шығатын болады. Сәбізімізде жақсылап қуырып алатын боламыз. Әдемілеп қуырып, бір қасық тұзымызды салып жібереміз. Одан кейін тағы да араластырып қуырып жібереміз. Қыздар, сәбізді салғаннан кейін 10 минуттай қуырыңыздар, сонда әдемі болып шығатын болады палауларыңыз. Етіміз батып тұратындай суымызды құйып, қайнағаннан кейін астын жай қойып 30-40 минутқа қайнатамыз. 2,5 кеседей күрішімізді салып, жақсылап жуып алатын боламыз. Бұл 2,5 кесе күріштен 2 тарелка шығатын болады палау. Жылы суды құйып, артынша бір қасықтай тұзды қосып араластырып жіберіп, бетін жауып қоямыз. Күрішіміз әдемі болып тұратын болады. Міне, осылайынан етіміз піскеннен кейін күрішімізді салып, күріш суға батып тұрады. Астын қатты қойып, бұқтырып аламыз. Араластырып жіберіп, пакетпен бетін жауып қоямыз. 5-10 минутқа қойып қоямыз. Астын жай қоюды ұмытпаймыз. 5-10 минуттан кейін тағы да астын үстіне қаратып, осылайынан өстіп араларын ашып жіберіп, қайтып көлеңкемен жауып қоятын боламыз, қыздар. 5 минутқа әдемі палау, шашпа палау болып шығатын болады, қыздар. Әдемі болып шықты. Осылайынан етімізді бөлек алып, турап салып жіберетін боламыз бетіне. Бізге ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаймыз, қыздар. Рахмет баршаңызға, видеоны соңына дейін көргендеріңізге.